Сәлеметсіздер ме, барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін дәнекерлеуші мамандық иесі Аманғали ағайдың жұмыс орнына келген болатынмын. Ал ендеше сұхбатты бастайық. Сәлеметсіз бе, өзіңізді таныстыра кетсеңіз? Саламатсыздар ма? Менің есімім Көбек Аманғали. Осы жерде сварочный жұмыстар жасаймыз. Сварочный цех, яғни аманат металл қазалы деп айтылады. Осы жерде жасап жатқанымызға уже 5-6 жылдан астам уақыт болды. Осы жерде арендап істеп жатқан кезде Қазалы ауданына, Арал ауданына, Қармақшы ауданына деген сияқты ауданымызға осындай ворота, навес, скамейка деген сияқты темірден шығатын бұйымдарды жасаймыз. Қандай мамандық иесіне оқуға түстіңіз? Яғни мен осы сварочный дәнекерлеуші мамандығына қалап осыны игеріп жатқанымызға уже 7-8 жылдың уақыты болды. Жеке өзіміз ашқаныма уже 5-6 жылдың көлемі болды. Сұрақ, мамандығыңыздың жақсы және жаман жақтарын айта кетсеңіз? Енді бұл жерде жақсы жақтар деген өзің баяғыдан ата-бабамыз темірден бұйым жасап істеп келген дүниелер ғой негізі. Сол себепті осы мамандықты таңдап, қазіргі таңда осы темір бұйымдарымен айналысып жатқан жайымыз бар. Пайдасына келетін болсақ, кәдімгіде ауқым мемлекеттер жұмысты қараған кезде кәдімгіде енді кәсіпкерлік жұмысқа, кәсіптік өзіміздің жұмысымызды сүйіп істейтін мамандығы да ақшасы да жақсы мамандық деп ойлаймын. Осы мамандықтың жалпы табысы қандай? Яғни бұл алдыңғы сұхбаттарда айтып өттім ғой. Яғни бұл мамандықтың табыстары кәдімгідей бір әулетті кәдімгідей асырайтын табысы бар. Енді мемлекеттік жұмысқа қарағанда тәуір кәдімгідей ақша табыс көзі бар десе болады. Ағай, осы сұхбатыңыз жеткілікті, рахмет. Ал ендеше сұхбатты жалғастыруға сізді Ғаниға жіберсем. Сау болыңыз.